Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Достар, қазіргі кезде мынау біздің ата бабамыздан мирас болып қалған Аллах субханаллах тағаладан келген дінімізге қарсы адамдар жүдә көбеюде. Мысалға, көбісі қорқақтап жатыр да мынау. Мысалға, қоғамның ортасында арабизация көбейіп кетті, вахабизация көбейіп кетті деген сөздер көп айтылып жатыр. Мысалға, өздеріңізге мәлім, мынау қыздардың шариғи діни киініп жүруіне де сондай заңдар шығарып, оған айыппұл салдырып, сондай іс-әрекеттер қатты болып жатыр да біздерде. Әрине, ортадан жақсылықты құрта бастаған кездерде жақсылықтың орны бос тұрмайды еш уақытта. Жақсылықтың орнына ол жаманшылық кіреді. Ол қай жерде болса да заңдылық. Мына қазір енді орамалды қыздарға қарсы шығып, шариғи киініп жүрген қыздарға қарсы шығып, солардың киімдерін өзгешелеп, солардың шариғи киініп жүргендеріне айыппұл салып, олардыға қысым көрсете бастаса, жаратушы Аллах субханаллах тағаладан біздерге жаманшылық көбейе бастайды. Жаманшылық дегеніміз не? Бір ЛГБТ дегендер көбейіп жатыр, голубойлар көбейіп жатыр, өзін шешесін зорлайтындар көбейіп жатыр, мектепте туатын қыздар көбейіп жатыр, өзінің әкесін сабайтындар көбейіп жатыр, көшеде қыздарды ұрып өлтіріп тастап жатыр. Бұның барлығы дінсіздіктен, бұның барлығы Құдайдан қорықпағандықтан. Егердем адам баласы Құдайын танымайды екен, ол өзінің кім екенін білмейді. Адам өзін танымайды. Адам өзін танымағаны кейін, адамды өзінде адамды қасиет болмағаны кейін, ол адам жыртқыштыққа айланады. Жыртқыш хайуаннан да жаман болып кетеді. Мысалға алайық, хайуандар өзінің шешесін зорламайды ғой. Алайық, мынау мысалға жылқыны, айғырды алайық. Өзінің шешесін зорламайды олар. Алайық, мынау қошқарларды. Оларды өзінің шешесін зорламайды. Ал енді дінсіз өмір сүріп жатқаннан кейін, Аллах тағаланы танымағаннан кейін, өзінің жаратушысын танымағаннан кейін, ортада хайуаннан да төмен адамдардың көбеюі ол заңдылық. Енді хайуаннан төмен адамдар деп айтпасқа ләжіміз жоқ енді. Мынау ЛГБТ дейме, солар хайуаннан төмен да. Голубойлар да хайуаннан төмен да. Бұқаманы бірге жүріп жүргенін көрмейсің ғой. Бұқа сиырман жүреді, бие айғырман жүреді, төбет қаншықпан жүреді, сол сияқты нәрсе де. Қазір бұл Құдайын ұмытқаны соншалықты, Құдайды ұмытқаннан кейін, олардан адамды қасиет кеткеннен кейін, олар өздерінің кім екенін танымағаннан кейін, мінекей осындай қатындар менен қатындар, қыздар менен қыздар болып кетіп жатыр. Неге дегенде, біздерде қай жерге барсақ да дінге қарсылық өте күшті. Мынау біз дінге рұқсат беріп жатырмыз, мешіт салдырып жатырмыз, көріп қойыңдар дейді. Бірақ бұл дін дұшпандарының ең үлкен барып тұрған тактикасы мешітті көбейтеді. Мешітті жүзде көп қылады. Қалалардан да, ауылдан керек болса көше-көшеден мешіт салып тастайды. Бірақ сол мешітке өзінің адамдарын, өздерінің жағы жәрдемшілерін қойып тастайды. Сол діннің дұшпандары өздері болып, және мешітке қойған өздерінің жәрдемшісі болып, дінді құртуға қатты әрекет қылады. Оның есесіне мынаяқтан өте хайуаннан да төмен адамдар көбейе береді. ЛГБТ дейсің бе, голубой дейсің бе, өзінің шешесін зорлайтын дейсің бе, өзінің әкесін ұрып тастайтын дейсің бе, мектепте 12 жас, 11 жаста туып тастайды дейсің бе, сондайлар көбейе береді. Ол заңдылық. Дін ортада күшеймейінше осы нәрседен құтылып кетуіміз өте
жоқ десе де болады. Құтыла алмаймыз осындай нәрселерден. Бұны біздерді бұндайлардан құтқаратын дін, Құдайға деген сенім, шынайылық сенім. Осы ғана құтқара алады. Сондықтан дінге қарата қарсы шығып жүргендер, сіздер Құдайдан қорқыңыздар. Сіздердің үйлеріңізде жүрмесін жаңағы голубой, ЛГБТ дегендер, жаңағы қыздарыңыз бір қызға ғашық болдым деп жүрмесін. Мына Қарағандыда бір қызбанан қыз үйленіп, оның ұлама тойы болып, елдің бәрі соған барып, тойлап, ақырында ол қыздар не қылды? Бір-бірімен өмір сүріп жатып, біреусін ұрып өлтірді, екіншісі түрмеге кетті. Әйел мен әйел еш уақытта бірге жүріп өмір сүрмеген. Еркек пен әйел болып өмір сүріледі. Ол шариғаттың заңы. Ол хайуандар да бір еркек, бір ұрғашы болып өмір сүреді. Ал енді мынандай әйел мен әйел өмір сүреміз десе, еркек пен еркек өмір сүреміз десе, бұл шариғаттан тыс, бұл Құдайын танымаған, өзінің адамдық қасиетін жоғалтқан, өзінің кім екенін танымайтын, хайуандардан да төмен болып кеткен адамдар. Бұлар біздерде көбейіп келатқан себебі, біздерде қазір діни кітаптарды ортадан шығарып тастап жатырмыз. Мынау халифа Алтай біздің атамыз Құранды араб тілінен қазақша тілге аударған еді. Бір бауырымыз имам Бұхаридің кітабын толығынан қазақшаға аударып бізге ұсынған еді. Таңдамалы хадис деген кітаптар шыққан еді. Осы кітаптардың барлығы террористер кітаптарына өтіп кетті. Неге дегенде, бұны мен таможниядан өтіп бара жатсаң жиі сұрайды. Имам Бұхаридің кітабы бар ма сізде? Таңдамалы хадис бар ма деп сұрайды. Мен ойлаймын, енді осылар осы кітапты оқығысы келіп жатыр ма екен, дінді білгісі келіп жатыр ма екен, Расулаллах саллаллаху алейхи уассаламды тереңірек танысы келіп жатыр ма екен деп, мейлі мен тауба келіп берейін сендерге, керек па десем, ой, ол кітаптар террористер кітабы дейді. Сен өзіңнің кім екеніңді ұмытқаныңды осы жерден білуге болады, дінге қарсы болғандар. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламның үмметімін деп айтасың, бірақ та істеп жатқан ісің Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға ашылып жатқан соғыс, Аллах субханаллаху тағалаға ашылып жатқан соғыс өздерің жақтан. Сондықтан Аллах субханаллаху тағаламан соғысып жүргенде, Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан соғысып жүрген кездерде, сендердің үйлеріңде қыздарман үйленіп, балаларманан үйленіп қалмасын деген ескертулерді айтып жатырмын. Аллах субханаллаху тағала Құран кәрімде не дейді? Ескерткін момындарға, ескерту момындарға пайда береді деген аят бар. Сау саламатта болып тұрыңыздар.